Кредиттік модульдік оқыту технологиясы аясында ұйымдастырылған облыстық семинардың кредиттік модульдік технологиясындағы өзіндік білім алу оқытушылар үшін шығармашылық стратегиялар бағдарламасы шеңберінде Қостанай жоғары педагогикалық колледжінің жалпы білім беретін пәндер оқытушысы Баяхметова Ирина Владимировна бұлттық технологиялар сервисі тақырыбында ашық сабақ өткізді. Сабақта студенттердің өз бетінше жұмыс істеу дағдылары мен ақпараттық сауаттылығын дамытуға бағытталған кредиттік модульдік технология аясында интерактивті оқыту әдістерін қолдану тәжірибесі көрсетілді. Педагог өз жұмысында Google Диск сервисі, Nearpod, Slides және Learning Apps платформалары секілді цифрлық құралдарды белсене қолданды. Бұл онлайн-сервистер білім беру процесін студенттер үшін интерактивті және қызықты ете түсті. Үй тапсырмаласын қайталау, білімді меңгеру және қызмет тәсілдерін бақылау мен өзін-өзі бақылауға оқытушы Nearpod пен Learning Apps арқылы интерактивті әдістерді пайдаланды. Бұл материалдарды ойын түрінде тез тексеруге мүмкіндік береді. Сабақ барысы мен материалдарды түсіну туралы кері байланыс жинау үшін Slides қосымша арқылы интерактивті әдіс қолданылды. Мұндай тәсілдің артықшылығы студенттердің сыни ойлау, креативтілік және өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын дамытатын интерактивті және ынталандырушы білім беру ортасын құру. Ашық сабақта көрсетілгендей, кредиттік модульдік технология аясында цифрлық технологиялар мен интерактивті оқыту әдістерін қолдану заманауи білім беру ортасын қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл тәсілдің ерекшелігі тапсырмаларды студенттердің болашақ кәсіби қызметімен байланыстыру. Бұл олардың нақты жұмыс жағдайларына дайындауға көмектеседі. Ирина Владимировна